Менің ойларым мүлде басқа еді. Олардың көздерінен соғыстан бұрынғы өзімді ғана көретінмін. Махаббат пен саяхаттарды армандаған, уайымсыз жүрген қызды. Бірақ соғыс бұл армандарды күлге айналдырып, орнына тек ауыр естеліктер мен жүрекке терең жаралар қалдырды. Достарымның күлкісі маған мағынасыз болып көрінді. Ал әңгімелері шынайылықтан алыс, балаң дүниедей сезілді. Мен олардың өміріне араласуға, олармен бірге күлуге тырыстым, бірақ әр жолы өзімді бөтен сезіндім. Олардың көздерінде түсіністік жоқ еді. Тек қызығушылық, кейде аяушылық қана. Олар менің соғыс жайлы айтуымды қалады, бірақ шындықты естігісі келмеді. Оларға батырлық